бастаймыз. Бүгінгі шығарылымымызда мектебіміздің аты берілген Әлихан Бөкейханов ұлы данамызға арнаймыз. 20 ғасырдың басында ұлт тәуелсіздігі үшін күрескен алаш қайраткері Әлихан Бөкейханов 1866 жылы 5 наурызда Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. Бүгінгі ерекше шығарылымымызда мектебіміздің оқушылары мен мұғалімдерінен сұхбат аламыз. Сұраңыз. Әлихан Бөкейханов қашан туған білесіз бе? 1866 жылы 5 наурызда. Рахмет. Сәлем балдар, сіздерден сұрақ қойсам бола ма? Иә. Бүгін кім туған күні екенін білесіңдер ма? Әлихан. Сәлем азамат, саған сұрақ қойсам бола ма? Иә, қойды. Әлихан Бөкейханов алаш партиясын ашудағы мақсаты қандай, білесің бе? Менің ойымша, оны ашудағы мақсаты ол адамдардың бастарын қосу және де елдегі еріктілікті сақтап, елдің ынтымақтастығын көздеген болатын. Әлихан Бөкейханов молдадан әліпби үйреніп, одан кейін 3 жылдық мектепте оқыған. Ұлы тұлғамыз саяси қызметті омбыда халық бостандығы партиясы мүше болған кезде басталды. Әлихан Бөкейханұлы бастаған алаш қайраткерлерінің ұлы арманы қазақ мемлекеттерін құру болды. 1917 жылы шілде айында Орынборда өткен бірінші жалпы қазақ съезінде алаш ұлттық саяси партиясы заңдастырылды. Совет үкіметі орнағаннан кейін Әлихан Бөкейханов қуғыннан көз ашпады. Ұлтшыл деген айып тағылып Мәскеуге жер аударылды. Сонда да қазақ мемлекетінің тұтастығын сақтап қалу жолындағы күресін тоқтатпай мақалалар, баяндамалар жазған Әлихан Бөкейханов ақыры 1937 жылы ату жазасына кесілді. Қазіргі таңда ұлы тұлғамызға арналған алаш партия мұражайы бар. Сонымен қатар ескерткіштер мен көше аттары да берілген.